Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Зейін республикалық қашықтық олимпиадасы дейді. Шынымды айтсам, бұл олимпиада қашан болған, қандай олимпиада екені онша мағлұматым жоқ, бірақ осы есептерді бір жерден кездестіріп қалдым, сондықтан соларды талдап қарап көруге шештім. Яғни бұл есеп бір жоғары сыныптың есептері болу керек, 10 есеп берілген. Сонымен бірінші есептен бастайық. Бізде бірінші есеп қосындының мәнін тап дейді. Так, бұл қарапайым есеп, бұл есептер әртүрлі оқулықтарда жиі кездеседі есеп. Так, сонымен біз көріп отқанымыздай бізде қосынды берілген бөлшектер және бөлшектердің бөлімдеріндегі сандар, олар арифметикалық прогрессияны құрайтын сандар, мүшелері болатын сандар. Так, бұл есепті бірден формуласын жазып қояйын, яғни бір бөлінген, мысалы А деген сан болса және А қосылған Д. Онда оны бір бөлінген А азайтылған бір бөлінген А плюс Д деп жазуға болады. Так, ортақ бөлімге келтірсек, бізде бөлшектің алымында Д шығады, сондықтан ол бірге тең болу үшін біз оны бір бөлінген Д-ға көбейтеміз. Так, сонымен бізде 1 көбейту 5, так, 5 көбейту 9, 9 көбейту 13, осылай кете береді. Яғни Д бізде 4-ке тең болып тұр, яғни ең бірінші сан бізде 1-ге тең, содан басталып тұр. Так, ең соңғысы бізде 97, 101. Так, берілген формула бойынша жазатын болсақ, онда 4-тен 1-ді жартысынан сыртына шығарып жібереміз. Сонда бізде 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 5, қосылған 1 бөлі 5 азайту 1 бөлі 9, немесе 9-дан 1, қосылған 9-дан 1 азайту 13-тен 1. Так, и осылайына жалғасып кете береді. Ең соңында бізде 97-тен 1 азайту 101-ден 1. Так, бұл жерде көрініп тұрғандай барлығы бізде екінші мүшеден бастап өзара жойылып кетеді. Сонда бізде 4-тен 1 көбейтілген 1 азайту 101-ден 1. Яғни ортақ бөлімге келтірсек 101-ден 100 болады. Яғни 4-тен 1 көбейту 101-ден 100. Так, 4 пен 100 қысқарып кетеді, сонда 101-ден 25 болады жауабы. Так, сонымен бірінші есеп шықты. Келесі есеп. АБЦД трапециясының бүйірқыры 5-ке тең дейді. Так, егер А және Д төбелерінен БЦ түзуіне дейінгі қашықтықтар сәйкесінше 3 және 7 болса, трапеция ауданын тап дейді. Так, бұл да қарапайым есеп, 8-ші сыныптың шамамен есебі. Так, бізде мысалы трапеция берілген. Так, БЦ бізде бүйір қабырғасы деп тұр, онда сағат тіліне қарсы белгілеп шығайық, АБЦД деп. Міне БЦ бізде бүйір қабырғасы, бізде бұл 5-ке тең. Так, А төбесінен БЦ түзуіне дейінгі қашықтықтар А және Д төбелерінен. Так, міне Д төбесінен қашықтық, ол сол нүктеден түзуге дейінгі қашықтық, ол нүктеден сол түзуге түсірілген перпендикулярның биіктігі. Яғни мынау перпендикуляр, мысалы мына жерді К деп белгілеп қойсақ, осы перпендикуляр бізде 3-ке тең болсын. Д төбесінен, ал А төбесінен мына жерге түсірсек, так, бұл ұзындығы 5-ке тең болсын. А, Е болсын мысалы. Так, бұл жерде не істеуге болады? Бұл жерде ең қарапайым тәсіл, менің ойымша, Д төбесінен ЦБ-ға параллель болатын осындай түзу жүргізсек, кесінді жүргізсек. Мысалы, Д F болсын. Онда так, DF бізде параллель болғандықтан BC-ға, ал AE перпендикуляр болғандықтан BC-ға, онда AE DF-ке де перпендикуляр болады, Яғни мынау да перпендикуляр. Бұл жерде так, D, C, B, F қандай фигура? Бұл параллелограмм. Бұл параллелограмм, және оның ауданын оңай есептеуге болады. Мынау параллелограммның ауданын. Бұлай сарымен көрсетіп қойдым. Бұл параллелограммның ауданы неге тең? Параллелограммның ауданы бізде ол бір қабырғасы, мысалы BC, көбейтілген перпендикуляр. Так, мен мысалы мынау нүктені О деп белгілеп қойсам, ОЕ, ол биіктік болып тұр. Параллелограммның биіктігі жалпы көріп тұрмыз, сол 3-ке тең болып тұр, ОК, немесе ОК десек болады. BC ОК десек болады.
Так, бұл бізде яғни 5 көбейтілген 3, яғни 15 тең. Мынау сарымен боялған параллелограмм ауданы. Және оған мынау үшбұрыштың ауданы қосу керек. Мынау мен жасылмен көрсетіп қояйын. Бұл бізде үшбұрыштың ауданының формуласы бойынша үшбұрыштың ауданы бізде так, SADF деп жазып қояйын. ADF үшбұрышы. Ол 2-ден 1 көбейтілген табаны және оған түсірілген биіктік. Ол биіктік АО болып тұр. Ал АО бізде неге тең? Так, мынау бізде 3-ке тең, ал АЕ бізде 7-ге тең болғандықтан, мынау 7-ге тең болғандықтан, онда АЕ бізде 4-ке тең, яғни 4 көбейтілген 3. Сонда бізде 4 көбейтілген 5, кешіріңіз. 4 көбейтілген 5, табаны DF бізде 5-ке тең ғой. Табаны DF дегеніміз, мынау табаны, ол мынау BC-ға тең, ол 5-ке тең. 5 көбейтілген 4, сонда 10-ға тең. Сонда бізде жалпы ауданы 10 қосылған 15, трапецияның ауданы сонда 25-ке тең. 10 қосылған 15 тең 25. Так, болды. Бұл есеп шықты. Бұл есепті қиын есеп емес. Бұл жалпы мектептің оқулықтың есебі әшейін. Келесі, үшінші есеп. А параметрдің мәні мен теңдеу түбірлерінің саны арасындағы тәуелділікті тап дейді. Так, ең бірінші біз анықталу облысын жазып қояйық бұл жерде. Анықталу облысы бізде А қандайды бір нақты сан болсын. Так, 5х минус 7 0-ден үлкен, яғни, так, қараңыз, 5х минус 7 түбірдің астында тұрғандықтан 0-ден үлкен немесе тең болады, яғни х 1,4-тен үлкен, 7 бөлінген 5 деп. 1,4-тен үлкен. Мына жерде х минус 1-ден үлкен болады, енді қиылысуын алатын болсақ, мына жерде минус 1, мына жерде 1,4, ол түсінікті 1,4-тен үлкен немесе тең болады, сонда анықталу облысы. Так, енді мына нәрсеге назар аударайық. Мынау y-тен түбір астында 5х азайту 7 қосылған түбір астында х азайту 1. Осының графигін салатын болсақ, бұл y-тен түбір асты х деген график білетін болсаңыздар, барлығыңыз білуіңіз керек, оқушылар. Ол шамамен мынандай график, мынау график, яғни өспелі функция. Бұл шамамен сондай функция болады, бірақ оның графигі тура мынандай емес. Ең кіші нүктесі х-тен 1,4-ті қоятын болсақ, так, онда мынау 0 болады, қосылған 1,4 қосылған 1 түбір астында. Сонда y-тің ең кіші мәні 2,4, себебі бұл өспелі функция. Мынау функция бізде өспелі. Жалпы y түбір асты х ол өспелі функция. Так, мен бұның графигін шамамен көрсетіп қояйын, суретін мен геогебра арқылы жасадым. Тура сол функцияның графигі көріп отқаныңыздай, мына жердегі мәні бұл 1,4. Сәйкесінше, мына жердегі мән ол шамамен түбір асты 1,4. Түбір асты 2,4. Бұл ең кіші мәні, яғни егер бұл функцияның туындысын есептейтін болсақ, кризистік нүктелері жоқ. Туынды 0-ге тең боламайды, онда кризистік нүкте жалғыз ғана. Бұл осы x. Так, сонымен, в общем, бұл есептімен ұзақ талқылағым кеп тұрған жоқ. Примерно графигі осы, графигін эскизін салсақ, бұл шексіз көтеріледі. Және монотонды өспелі, сондықтан y-тен a дегеніміз не? Y-тен a деген ол a болатын түзу. Яғни ол y-ге параллель, x осіне параллель түзулер, мысалы, мынандай түзулер, мысалы. Яғни, көріп отқанымыздай, бұл жерден бірден жауабын жазуға болады. Егер a бізде кіші болса, неден? Түбір асты 2,4-тен. Онда шешімі жоқ. Себебі қиылыспайды. Мынау график, мысалы, y, мысалы, тең 1 деген түзу жүргізсек, мысалы, мына жерде. Мысалы, мынау y тең 1 деген түзу болсын. Ол қиылыспайды мынау графикпен. Мынау беріліп тұрған графикпен қиылыспайды. Ал егер a 2,4-ке тең болса, немесе одан жоғары мәндерде ол бір рет қиылысады, яғни ол кезде бір ғана шешім болады. Яғни егер a үлкен немесе тең түбір асты 2,4 болса, онда бір шешімі бар. Онда бір шешімі бар болады. Бұл да орташа есеп, енді
тым оңай емес, бірақ тым қиын да емес. Бір шешімі бар. Яғни бұл жерде графиктік әдіспен бұл есеп оңай шығарылады. Так, жақсы. Келесі төртінші есепке ауысайық. Жақшаны ашып, ұқсас мүшелерді біріктіргеннен кейін ең үлкен коэффициентті тап дейді. Яғни бізде бұл полиномдық формула болып табылады, яғни а плюс б плюс с 8-ші дәреже. Бұны ашқан кезде бізде жалпы мүшесінің формуласы шығады. Так, бұның жалпы формуласы мынандай. Яғни қосынды бізде коэффициенттері 8 факториал бөлінген, егер мысалы қандай да бір r1 факториал, r2, r3 деп алсақ, осы сандардың қосындысы 8-ге тең болу керек. r1, r2, r3 тең 8. Және онда a-ның r1 дәрежесі, мысалы b-ның r2 дәрежесі, c-ның r3 дәрежесі. Яғни бізге r1 қосылған r2 қосылған r3 тең 8 болатын, және барлық r-ның мәндері үлкен немесе 0 болатын осы шешімдерін қарастыру керек барлық жағдайларда. Мысалы 8 болған кезде қандай варианттар болуы мүмкін? Ол 8 қосу 0 қосу 0, немесе 7 қосу 1 қосу 0 деген сияқты. Осындай барлық жағдайлар қарастырамыз. Сонда барлық мүмкін коэффициенттердің мәнін біз есептеген кезде соның ішінен ең үлкенін таңдап алу керек. Мысалы ең соңында бізде 3 қосу 2 қосу 2, әрине бұлардың орындарын алмастыруға болады. Қазір біз алмастыруларды қарастырып отқан жоқпыз. 4 қосу 1, 4 қосу 3 қосу 2 қосу 1 деген сияқты. Яғни бұлардың барлығы қосындысы 8-ге тең. Осындай жағдайларды қарастырамыз. Енді бұны нақты теориясын білмеген, формуласын білмеген оқушы бұны шығара алмайды әрине. Так, мен бұлардың барлығын дайын күйінде есептеп қойдым, мәндерін, барлық мүмкін мәндерін. Міне көз алдарыңызда тұр. Сонда бұл жерде қарайтын болсақ, ең үлкен коэффициент ол 560 болып тұр, міне мынау жағдай. Яғни a-ның 3 дәрежесі, мысалы b-ның 3 дәрежесі, c-ның 2 дәрежесі. Бұл не деген сөз? Бұл осы жақшаларды 8 рет жазып шығамыз деген сөз ғой. Яғни біз 8 рет жаздық жақшаларды мысалы. Барлық жақшада бізде a плюс b плюс c 8 рет. Сонда біз бұл не деген сөз? 3 жақшадан біз a-ны таңдап алдық деген сөз. Қандай да 2 жақшадан b-ны, 3 жақшадан b-ны, және 2 жақшадан c-ны таңдадық. Сол кезде бізде осындай түріндегі көп мүшелер шығады. Олардың барлығын қосып шыққан кезде бізде коэффициент 560 болады. Міне. Сонда бұл есептің жауабы 560. Ең үлкен коэффициенті 560. Яғни a плюс b плюс c-ның 8 дәрежесінің. Бұл трином деп аталады, яғни 3 қосынды. Бином болса 2 қосылғыш a плюс b-ның 8 дәрежесі. Бізде трином. Жалпы полином деп айтады, яғни. Полиномдық формула. Мынау бізде полиномдық формула деп аталады. Так, 4-ші есеп шықты, сонымен кеттік 5-ші есепке ауысайық. Так, баскетболдан өткен бір айналымнан тұратын сайысқа бірнеше команда қатысты. Сайыс аяқталғаннан кейін командалардың алған ұпайлары арифметикалық прогрессия құрайтыны анықталды. Егер әр ойында жеңген команда 2 ұпай, жеңілген команда 0 ұпай алғаны, және баскетболда тең ойындар болмайтыны белгілі болса, соңғы орын алған команда неше ұпай алған. Так, короче, мекта сөз көп, бірақ жалпы айтқанда есептің шарты түсінікті, я? Баскетбол, егер жеңсе, о деп жазайық, ұтса, 2 ұпай береді. Так, ұтылса деген әріпте сондай әріппен басталады, сол үшін басқаша жазайықшы. Так, жеңіске 2 ұпай, жеңілсе 0 ұпай. Түсінікті, 0 ұпай. Тең ойын деген жоқ. Және ойындардың аяқталған соң нәтижесінде барлық командалардың ұпайларының саны арифметикалық прогрессия құрайды дейді. Яғни бізде бірдей ұпай алған командалар жоқ, және бұл бір айналымды турнир. Яғни әр команда басқа командалардың әрқайсымен бір реттен ойнап шығады. Так, бұл жерде біз ойындардың санын тауып алайық. Яғни бізде командалардың саны n болса, әр команда өз-өзімен ойнамайды. Яғни өзімен өзге n-1 командамен ойнайды. Бірақ ойындардың саны n көбейту n-1 бөлінген 2 болады. Себебі әр ойын 2 реттен есептеледі. Мысалы, A деген команда 8, мысалы, n рет ойнаса, n-1 рет. Және B деген команда ол да n-1 рет ойнаса. Онда A мен B екеуі бірге неше ойын ойнады деген сұрақ туады. Олар
А да n-1 ойнады, Б да n-1 ойын ойнады. Бірақ бұл n-1 ойынның ішінде олар бір-бірімен ойналған ойын есептеледі. Яғни бұл жерде 2n-1 мысалы азайтылған 1 болады. Түсінікті, яғни бір-бірімен ойнаған ойын 2 рет есептеледі. Сондықтан барлық ойындар саны n көбейту n-1 бөлінген 2 болады. Енді әр ойында бізде бір команда 2 ұпай, біреу 0 ұпай алады. Түсінікті, иә? Немесе мынау, немесе екіншісі 2 ұпай, бірақ біріншісі 0 ұпай. Яғни әр ойыннан кейін бізде жалпы ұпайлардың саны 2-ге артады деген сөз. Яғни барлық ұпайлардың санын табу үшін біз ойындардың санын 2-ге көбейтуіміз керек. 2-ге көбейтеміз. Яғни n көбейтілген n-1. Бұл ұпайлардың саны. Бұны s деп белгілеп қояйық. Енді бізде ұпайлардың саны арифметикалық прогрессия құрайды деп тұр. Әр команданың алған ұпайлар саны. Мысалы, бірінші команда A1 ұпай жинасын. Екінші команда A2 ұпай жинасын. Осылайынан кете береді. Мысалы, n-ші команда бізде AN деген ұпай жинасын. Так, енді соңынан бастайық, ыңғайлы болу үшін. Ең соңғы команда, яғни ең аз ұпай алған команда X ұпай жинасын. Онда оның алдындағы команда, яғни AN-1 команда, ол X қосылған D ұпай жинайды. Түсінікті, яғни бұл прогрессия бойынша кете береді. Сонда ең бірінші команданың жинаған ұпайлар саны X қосылған D көбейту n-1 деген сөз. D-ні n-1 рет қосамыз. Енді осы ұпайлардың санының қосындысы бізде S кетен, дұрыс қой? Олар барлығы осынша ұпай жинады. Яғни арифметикалық прогрессияның формуласын қолданатын болсақ, яғни 2A1, так, 2A1 емес, бізде A1 дегеніміз AN ғой, 2X1 деп жазайық. 2X қосылған DN азайту 1, бұл арифметикалық прогрессияның формуласы бөлінген 2 көбейтілген n, тең болады n көбейту n-1-ге, яғни мынаған тең. Түсінікті, иә? Яғни мынау барлық ұпайлардың қосындысы. Так, мына жерде n мен n-ді қысқартып жіберуге болады, себебі бұл натурал сан. Сонда 2x қосылған dn азайту 1 тең болады 2 көбейтілген n-1. Так, осы жерден n-1 бар, мына жерде n-1 бар. Мына жерден d көбейту n-1-ді оң жаққа өткізіп жіберсек, бізде 2x тең болады 2 көбейтілген. Так, n-1-ді бірден жақшаның сыртына шығарып жіберейік. n-1 және мұнда 2 азайтылған d деген сөз. Так, енді осы жерде бір нәрсеге назар аудару керек. D бізде жұпсан болады. Келісесіз қой? Себебі, егер команда жеңсе 2 ұпай алады, жеңілсе 0 ұпай алады. Яғни ол команданың жинаған ұпайларын саны тақ бола алмайды. Яғни X бізде жұпсан, X қосылғанда ол да жұпсан болу керек. Яғни тақ ұпай жинай алмайды. Онда D да жұпсан болу керек. Ал егер D жұпсан болса, мына жерде бір ғана мүмкін нұсқа, мынау теңдеуді шешетін болсақ, онда D тең 2 деген сөз. Түсінікті, иә? D тең 2 болса, онда 2x тен 0 деген шығады, яғни x тен 0. Демек, бізде ең соңғы команда ол 0 ұпай жинады деген сөз. Оған мысал оңай келтіруге болады. Мысалы, мен 3 команда үшін ғана көрсете салайын, оны кез келген командалар саны үшін көрсетіп беруге болады. Міне, обычно таблицаларды осылай жасайды. Так, мына жерді бояп қояйық. Яғни, мына жерге мысалы бірінші команда, екінші команда, үшінші команданы жазсақ, егер қараңыз, бірінші команда барлығын ұтса, ол екінші командамен 2 ұпай алады, үшінші командамен 2 ұпай алады. Екінші команда бірінші командадан жеңілді, яғни мына жерде 0, бірақ үшінші командадан жеңді. Сәйкесінше үшінші команда екеуінен де жеңілді 0 ұпай. Сонда көріп отқанымыздай 4, 2, 0 осындай шығады. Так, командалар саны 4, 5, 10 n-ге дейін арттыра берсек, бізде осындай прогрессия шығады. Яғни соңғысы 0 шығады, және D бізде 2-ге тең болады. Так, бұл түсінікті болды деп ойлаймын, бұл есеп. Келесі, 6-шы есепке ауысайық. Көп мүшенің ең кіші мәнін табыңыз дейді. Так, бұл есепті шығару үшін біз орталар жайындағы теңсіздікті пайдаланамыз. Яғни орталар жайында бізге мынандай теңсіздік қажет болады мына жерде. A плюс B плюс C бөлінген 3, яғни кез келген 3 санның, оң санның арифметикалық ортасы олардың
геометриялық ортасынан, яғни куб түбірасты ABC-дан үлкен немесе тең болады. Бұндай теореманы мен дәлелдеген болатын, және осы өзім арнамда оны дәлелдеуін көрсеткен болатын, және мысалдарын да көрсеткен. Сонымен бізде P екі айнымалысы бар көпмүшелік берілген, яғни 4 қосылған x квадрат y квадрат қосылған x4 y квадрат және так, мына жерде y4, x квадрат y4, x4 y квадрат және азайтылған 3x квадрат y квадрат. Осындай көпмүшелік берілген. Біз осы теңсіздікті, бұл белгілі теңсіздік, біз осыны пайдаланып, мына нәрсені жазаламыз, яғни қараңыз. Яғни біз бұлай деп жазсақ болады. Так, бірден жаза берейін. Так, немесе мына жерге жеке жазып қояйын. Бір қосылған, осында 3 санды алып қарайтын болсақ, x квадрат y4 және x4 y квадрат. Міне 3 сан берілген, Осының арифметикалық ортасы, так, бөлінген 3. Үлкен немесе тең болады, осының кубтарының түбірастысы. Так, қараңыз, x квадрат пен x4 көбейтіледі, x6 болады, және y6. Яғни x квадрат y квадрат. Бұл не деген сөз? 3-ке көбейтіп жіберсек, бір қосылған x квадрат y4 плюс x4 y квадрат. Бұл үлкен немесе тең 3x квадрат y квадрат дегеннен шығады. Яғни біз мынау берілген көпмүшелікті бұлай жазаламыз. 3-ті бөлек жазайық. 3 қосылған, сонда 1 плюс x квадрат y4 деп жазайық. Яғни 4-ті 3 қосу 1 деп жазсақ. Плюс x4 y квадрат азайту 3x квадрат y квадрат. Көріп отқанымыздай, мынау қосынды мынадан әрқашан үлкен немесе тең болады. Үлкен немесе тең болады. Яғни бізде мынау айырма үлкен немесе тең 0. 0-ден үлкен немесе тең санға 3-ті қоссақ, олардың қосындысы үлкен немесе тең 3 болады. Яғни p x y-тің ең кіші мәні, ең минималды мәні бізде 3-ке тең. Так, жалпы біз жауабын таптық. Енді теңдік қай жерде орындалады? Теңдік бұл жерде x тең y тең 1 болған кезде орындалатынын байқау қиын емес. Так, жақсы. Сонымен бұл есеп шықты. Келесі 7-ші есепке ауысайық. Түбірасында x қосылған 1, қосылған түбірасты 2x азайту 3, қосылған түбірасты 50 азайту 3x кіші неместен 12 осы теңсіздікті шешіңіз дейді. Так, көріп отқанымыздай, бұлар барлығы бізде квадрат түбірлер, олар анықтама бойынша 0-ден үлкен немесе тең болады. Яғни олар оң сандар, теріс емес сандар. Демек, олар үшін біз келесіде теңсіздікті қолданыламыз, сол да орталар жайлы теңсіздік деп аталады. Яғни мынандай теңсіздік бар. A плюс B плюс C бөлінген 3, яғни арифметикалық орта, ол квадраттық ортадан кіші болады. Яғни A квадрат қосылған B квадрат қосылған C квадрат бөлінген 3 түбірінің астында. Осындай теңсіздік бар. Бұл теңсіздікті мен әлі көрсеткен жоқпын өзім арнамда, бірақ осындай теңсіздік бар. Арифметикалық орта және квадраттық ортаның арасындағы теңсіздік деп аталады. Так, егер осы теңсіздікті пайдаланатын болсақ, яғни A-ның орнына түбірасты x плюс 1-ді алсақ, сәйкесінше B-ның орнына түбірастында 2x азайту 3-ті алсақ, және C-ның орнына түбірастында 50 азайтылған 3x-ті алатын болсақ. Так, біз анықталу олысын әлі қарастырған жоқ, біз қазір оған келеміз. Мен жалпы шығару жолын көрсетіп жатырмын. Сонда, егер біз мынау 3 санның барлық қосындысын, үшеуінің қосындысын қандай да бір s деген әріппен белгілесек, яғни мына жерден s деп жазып қояйыншы былай. Онда осылардың қосындысы s бөлінген 3 кіші немесе тең болады, олардың квадраттарының қосындысы. Ал егер a-ны квадраттасақ, мына жерде b-ны, мына жерде c-ны квадраттасақ, онда бізде не шығады? Түбірасында x плюс 1 шығады түбірден. b деген ол 2x минус 3, b-ның квадраты, c-ның квадраты деген 50 азайту 3x деген сөз. Бөлінген 3. Так, мына жерде көріп отқанымыздай бізде x, 2x, минус 3x олар жойылып кетеді. Сонда бізде не шығады? 50-ден 3-ті азайтамыз 47, 1-ді қосамыз 48, яғни түбірасты 48 бөлінген 3 шығады. Бұл түбірасты 16 деген сөз, бұл бізде 4 деген сөз. Бұдан s бөлінген 3 кіші неместен 4, яғни s кіші неместен 12 деген шығады. Яғни
Бұл кез келген сандар үшін орындалып тұр, егер анықталу облысын қанағаттандырып тұрса. Анықталу облысы қандай бізде? Бірінші саннан бізде x үлкен минус 1-ден деген шығады, үлкен неместен. Екіншісінен x үлкен неместен 1,5 деген шығады. Ол b-сынан. Және c-да бізде x x 3x кіші неместен 50, яғни x кіші неместен 50 бөлінген 3 деген шығады. Түсінікті, бұл жерде қиылысуын алатын болсақ, енді олимпиадаға қатысатын балалар ол нәрсенің барлығын білу керек. Яғни 50 бөлінген 3 пен 1,5-дің арасында, немесе 3 бөлінген 2. Бұл сандар анықталады, яғни оң сандар болады, теріс емес сандар болады. Яғни жауабы бізде 1,5-тен 50 бөлінген 3-ке дейін. Бізде жауабы осы. Сонымен 8-ші есепке келіп жеттік. Бізде теңдеулер жүйесі берілген, 3 айнымалысы бар. Теңдеулерді мынандай түрде жазып шығайық дұрыстап. Яғни x қосылған y квадрат қосылған z куб бізде 8-ге тең. Сосын 2x квадрат қосылған y куб қосылған z-дің 4 дәрежесі ол 8-ге тең. Және 4x куб қосылған y-дің 4 дәрежесі қосылған z-дің 5 дәрежесі, бұл да бізде 8-ге тең. Көріп отқанымыздай, бұл теңдеулер стандартты теңдеулер емес, сондықтан бұны басқа әдіспен шығару керек болады. Яғни нақты айтқанда векторлық координаталық әдіспен шығару керек. Ол үшін мына нәрсені еске түсірейік. Мысалы, егер a деген вектор координаталары мысалы x1, y1, z1 болса, және мысалы b деген вектор берілсе, оның координаталары x2, y2, z2 болса, онда осы екі вектордың скаляр көбейтіндісі неге тең? Ол бізде x1, x2, x1 көбейту x2 қосылған y1, y2 қосылған z1, z2-ге тең. Координатамен берілген кезде. Немесе осы вектордың ұзындықтары, бұл вектордың ұзындықтары көбейтілген осы екі вектордың арасындағы бұрыштың синусы. Осы мәндерді есептеу үшін біз мына жерде мына нәрсеге назар аударуымыз қажет. Қараңыздар, мысалы, егер бірінші санда x болса, мына жақта 4x куб болса, ол екеуінің көбейтіп түбір астын алсақ, бізде ортасындағы сан шығады, 2x квадрат. Яғни x-қа 4x кубты көбейтсек, 4x-тің 4 дәрежесі шығады, оның түбірі 2x квадрат. Мына жерде де y-тарды, z-тарды қарастырсақ, бұл жерде де тура сондай. Бұл жерде де тура солай. Сондықтан біз бұл векторларды, бұл теңдеулерді векторлардың түбірлері деп қарастырсақ болады. Себебі a векторының ұзындықтары деп қарастырсақ болады. A векторының ұзындығы ол біз білетіндей түбір асты x1 квадрат, y1 квадрат, z1 квадратқа тең. Яғни мынау векторлардың ұзындықтарының квадраттары деп қарастырсақ, яғни бірінші теңдеу, мысалы a1 векторының ұзындығының квадраты болса, онда a1 векторының координаталары бізде сәйкесінше түбір асты x болады, y болады. Және z кубтың түбір асты, ол z түбір астында z болады. Және үшінші теңдеуді біз b векторының ұзындығының квадраты деп қарастырсақ, онда оның координаталары сәйкесінше 2x түбір астында x болады, y квадрат болады. Z-тің 5 дәрежесі ол z квадрат түбір асты z-тің квадраты. Яғни бізде координаталары осында екі векторларды қарастырсақ болады. Егер координаталары осында екі векторды қарастыратын болсақ, онда осы екі вектордың скаляр көбейтіндісін қарайық. Мынау формула бойынша есептейміз оны. Мынау формула бойынша. Сәйкес, яғни мынау мәндерді бір-біріне көбейтіп шығамыз. Y пен y, x-тар мен x-тарды. Сонда бізде не шығады? Түбір асты x-ті 2x түбір асты x-қа көбейтсек, бізде 2x квадрат шығады. Яғни мына түбір асты x-ті 2 түбір асты x-қа көбейтсек 2x квадрат.
Так, y-ті y квадратқа көбейтсек, бізде y куб шығады. Түбірасты z квадрат түбірасты z-қа көбейтсек, бізде z түбірасты z, так, z куб, z-тің 4 дәрежесі шығады. Бұл есептің шарты бойынша бізде 8-ге тең болып тұр. Міне екінші теңдеу 8-ге тең болып тұр. Басқа жағынан алып қарайтын болсақ, яғни a және b векторларының ұзындықтарын есептейтін болсақ, біз білеміз, олардың ұзындықтары 2 түбірасты 2-ге тең, яғни түбірасты 8-ге тең. Міне ол вектордың ұзындықтары ол бірінші, сәйкесінше және үшінші теңдеу болып тұр. Онда бізде мынандай нәрсе орын алып тұр. Қараңыздар, a және b ол скаляр көбейтінді, ол векторлардың ұзындықтарының көбейтіндісіне және синусқа тең. Мынау бізде 8-ге тең. 2 түбірасты 2, так, ұзындықтары бұлар. Ұзындықтарын көбейтсек, яғни мынау ол да 8-ге тең. Яғни синус фи. Яғни бұдан синус фи бізде 1-ге тең. Бұдан фи қанша градус деген сөз? Яғни 0 градус. 0 немесе 180. 0 деп ала берейік. Жалпы пи-н. Бұл не деген сөз? Екі вектор бір-біріне параллель деген сөз. Яғни екеуі бір түзудің бойында жатады, немесе олар параллель. Яғни олар коллинеар деген сөз. Яғни а векторы б векторына параллель. Бұдан қандай қорытынды шығады? Егер екі вектор параллель болса, онда олардың сәйкес координаталарының қатынастары тең деген сөз. Так, y1 емес, мына жерде x1 деп түсіп қояйын мен. x1, x2, сонда x1, x2 тең болады y1, y2, ол тең болады z1, z2. Так, осындай қатынас орын алу керек. Олай болса, бізде бұдан қандай қорытынды шығады? Яғни а векторының координаталары қандай бізде? Ол түбірасты x, y, z, түбірасты z болған. Ал b векторының координаталары 2x түбірасты x, так, y квадрат және z квадрат түбірасты z деген сөз. Так, осындай векторлар болған бізде координаталар. Так, онда олардың сәйкесінше параллель болғандықтан, мынау қасиетті қазір оған қолданып жазайық. Сонда бізде не шығады? Сонда бізде түбірастында x-тің 2 түбірасты x-қа қатынасы, так, 2x түбірасты x-қа қатынасы тең болады y-тің y квадратқа қатынасы, ол тең болады z түбірасты z-тің z квадрат түбірасты z-ке қатынасы. Так, мына жерде түбірасты x пен түбірасты x қысқарады, мына жақта y квадрат қысқарады, мына жақта z былай қысқарып кетеді. Так, біздің нәтижесінде 1 бөлінген 2x тең болады 1 бөлінген y тең 1 бөлінген z. Яғни бұдан шығатын қорытынды, так, қарайық, бізде теңдеуге, мына жерге барлығына мәндерін z пен өрнектеп шығатын болсақ, яғни x-тің орнына z бөлу 2 деп қоямыз, сонда. Так, сонда y пен z бізде тең, z тең y-ке, ал x дегеніміз ол z бөлінген 2-ке тең. Сонда бізде алғашқы теңдеуге қоятын болсақ, x дегеніміз z бөлінген 2 болады. Y квадрат дегеніміз ол z квадрат, z куб, ол z куб. Так, бұл бізде 8, бұл бізде бірінші теңдеу. Сонда екінші теңдеу 2x квадрат, яғни z бөлінген 2-нің квадраты, қосылған y-тің кубы, қосылған z-тің 4 дәрежесі, ол да тең 8-ге. Так, және үшіншісі 4 көбейту z бөлінген 2-нің квадраты, яғни x-тің кубы, z-тің 4 дәрежесі және z-тің 5 дәрежесі, бұл да 8-ге тең. Так, егер бұл теңдеуді, бұл жүйені, үш теңдеуді біз түрлендіретін болсақ, бізде мынандай теңдеу шығады, яғни z, так, 2-ке көбейтіп жібереміз, 2z квадрат, қосылған 2z куб, так, 2-ке 8-ді көбейтеміз, тең 16. Тура сол сияқты екіншісінде не шығады бізде? Z квадрат қосылған 2z куб, қосылған 2z-тің 4 дәрежесі. Бұл да 16. Және сәйкесінше, мына жерде де z квадрат шығады, 2z4, 2z
Так, 2z куб, мына жақта z4, ал мына жерде z5, иә. Бұл да 16. Енді бұл теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ. Себебі бірінші теңдеуден z-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, бізде 1 қосу 2 z қосу z квадрат деген шығады. Так, бұл тең 16, иә. Екінші теңдеуден біз z квадратты шығарып жіберсек, бізде де тура сол шығады жақшаның ішінде. Бұл да 16. Егер екі теңдеуді бір-біріне бөліп жіберсек, онда z-тен 1 деген шығады бізде. Бірақ әрине 1-ді біз теңдеудің орнына әкеліп қоятын болсақ, бұл теңдік бізде орындалмайды. Сондықтан жауабы жоқ, есептің шешімі жоқ. Жауабы жоқ деп жаза салайық. Кішкене ұзақтау болып кетті, бірақ негізі осы тәсілмен шығатын есеп. Так, жарайды. Сонымен келесі есепке ауысайық. 9-шы есеп нөмірі. Пирамиданың табаны қабырғалар 5, 12, 13 болатын 3 бұрыш. Апофемалары пирамида биіктігімен бірдей бұрыш жасайды. Бұл бұрыш 30 градустан кем емес. Мұндай пирамиданың көлемі ең көп дегенде нешеге тең. Так, сонымен бірінші екі нәрсені жазып қояйық. Бірінші пирамиданың көлемін жазып қояйық. Ол 3-тен 1 көбейту пирамиданың табаны көбейту биіктік h, иә? Және екінші табаның 1-ден жазып қояйық. Так, көріп отқанымызда табанның қабырғалар 5, 12, 13 деп тұр. Так, 5 квадрат, 12 квадрат, ол 13-тің квадратына тең, Пифагор үштігі, иә? Демек, бұл тік бұрышты үшбұрыш. Яғни 5 пен 12 бұл катеттер. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданы бізде 2-ден 1 көбейту 5 көбейту 12, яғни 30-ға тең. Так, табанын таптық, табаны 30-ға тең. Енді бізде h-ты табу керек, h-ты өрнектеу керек. Бір нәрсені түсініп алу керек. Егер пирамиданың апофемасы және биіктігі арасындағы бұрыштар тең болса, яғни мынау бұрыш, мысалы фи деп алсақ, және мысалы екінші апофеманы жүргізетін болсақ, мысалы мына жерге, егер оның арасындағы бұрыш ол да фи болса, онда үшінші апофема ол да фи болса, онда бұл апофемалар тең болады, және олардың табанына түсірілген ортогональ проекция олар да тең болады. Яғни олар табанына іштей сызылған шеңбердің радиустары болады. Түсінікті, иә? Яғни мынау радиустар. Яғни егер мен мынаны мысалы OH-ты, мысалы OH-ты R деп радиус деп белгілеп қойсам, онда бізде биіктік OM неге тең болады? Так, OM OH-қа қатынасы ол бізде тангенс болып тұр, иә? OM OH-қа жоқ, ол бізде котангенс. Ол бізде котангенс фиға тең болады. Так, сонда биіктігі неге тең болады? OM ол OH көбейтілген тангенс фи. OH деген радиус. Бұл тік бұрышты үш бұрыш, яғни қабырғалар 5, 12, 13-ке тең. Оған іштей сызылған шеңбердің радиусының формуласы бар дайын. Яғни R тең 5 қосылған 12 азайту 13 бөлінген 2, осындай формула бар. Так, бұл бізде қаншаға тең? 17 азайту 13 4 бөлу 2 тең 2. Яғни іштей сызылған табанына сызылған шеңбердің радиусы 2-ке тең. Яғни мынау бізде OH бізде 2. Яғни 2 тангенс фи деген сөз. 2 тангенс фи. Демек. Так. Демек біздің OM OH, тангенс емес, котангенс қой, мен қайта-қайта тангенс деп жазып отырмын, кешірім сұраймын. Так, демек бізде ауданы неге тең болды? 3-тен 1 көбейту S дегеніміз 30 көбейту котангенс фи. Котангенс фи болды. Так, 3 пен 30 қысқарады, сонда 10 көбейту котангенс фи. Так, фи бізде есептің шарты бойынша 30-дан үлкен. 30-дан үлкен немесе тең. Және 90 градустан кіші болатын түсінікті, яғни биіктікпен апофема 90 градустан үлкен боламайды. 90 градуста бола алмайды. Ал бұл аралықта бізде котангенс төмендейді, яғни кемиді, кемімелі функция болғандықтан ең үлкен мәні ол котангенс 30 градус. Ол түбірасты 3-ке тең. Так, демек бізде жауабы 10 түбірасты 3-ке тең. Так, болды, бұл есеп шықты. 10 түбірасты 3. Және соңғы есеп қалды, 10-шы есеп. Так, бұл антия функциясымен берілген есеп бүтін бөлігімен, яғни 2022. Так, n көбейту түбірасты 1011 квадрат плюс 1 дейді. Ал ана жерде наоборот, ана жерде n іште тұр, 2002 сыртта тұр. Мына жақта керісінше n сыртында, 2002 іште. Так, бұл есепті шығару үшін мынандай нәрсені қарайық.
айнымалы енгізейік. 1011-ді қандай да бір т деген әріппен белгілеп қояйық. Онда 2022 бізде 2t болады, иә. Сонда бізде мынандай теңдеу мынандай түрде жазылады. 2t жақшаның ішінде n, түбір астында t квадрат қосылған 1 болады, 1011. Мына жерде n көбейтілген 2022 деген 2t, мына жерде t квадрат қосылған 1. Так, осындай түрде теңдеу пайда болды. Енді мына жерде мына нәрсеге назар аудару қажет. Бізге 2t түбір асты t квадрат плюс 1 неге тең екенін анықтау керек. Ол үшін мына нәрсеге назар аударайық. 2t түбір астында t квадрат плюс 1. Бұл неден үлкен? Так, бұл 2t түбір асты t квадраттан үлкен, дұрыс па? Мына жерде t квадрат, ал мына жерде t квадрат плюс 1. Яғни мына үлкен. Бірақ бұл неден кіші болады? Бұл неден кіші болады? Бұл өз кезегінде 2t квадрат плюс 1-ден кіші болады. Дұрыс қой? Так, бұны дәлелдеу керек. Бұны қазір біз дәлелдей саламыз, оп-оңай. Бізге мынау бізде жалпы түсінікті, иә, мынау t квадрат, ол түбір асты t квадрат плюс 1-ден кіші болатын түсінікті. Енді мына екінші теңсіздікті дәлелдейік. Ол үшін екі жағында квадраттай салайық. Так, мынаны дәлелдеуін мен қазір жазып жатырмын. 4t квадрат тен көбейту t квадрат плюс 1. Және мынаны квадраттап жіберсем, ол 4t 4 болады. Қосылған 4t квадрат, қосылған 1. Болды. Егер жақшаны ашып жіберсек, бізде 0 кіші 1 деген шығады. Яғни мына үлкен екен түсінікті. Енді осының бүтін бөліктерін қарастырайық. Бүтін бөліктерін қарастыратын болсақ, так, демек бізде мынау бізде 2t квадрат, мынау 2t түбір асты t квадрат плюс 1, мынау 2t квадрат плюс 1. Демек, бүтін бөліктерін қарастыратын болсақ, осы жерден мынау 2t квадрат, ал мынау 2t квадрат плюс 1. Демек, мынау екі санның бүтін бөліктері бір-біріне тең деген сөз. Яғни 2t квадраттың бүтін бөлігі, ол 2t түбір астында t квадрат плюс 1-дің бүтін бөлігіне тең деген сөз. Ал 2t квадраттың мынаның бүтін бөлігі, ол 2t квадраттың өзіне тең. Себебі t бізде бүтін сан. Түсінікті, иә? Бұдан қандай қорытынды шығады? Біз бұдан мынау 2t квадратты апарып мына жерге жазамыз. Мына жерге мынау жақшаның орнына біз 2t квадратты апарып қоямыз. Сонда бізде мынандай теңдеу шығады. 2t түбір асты n көбейту, жақшаның ішінде n көбейту түбір асты t квадрат плюс 1. Бұл тең болады n көбейту 2t квадрат. Түсінікті, иә? Мынаның барлығы, мынау жақшаның барлығы бізде 2t квадратқа тең. Біз оны дәлелдедік қазір. Так, бұл жерде t мен t қысқартып жіберсек, 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, так, сонда n түбір асты t квадрат плюс 1 тең nt деген шығып тұр. nt деген шығып тұр. Так, ал бізде n дегеніміз не ол? n дегеніміз 2t, иә? Яғни n деген 2t, яғни 2t мен 1-дің арасындағы сандар деген сөз. Так, мен қарамен қайттан жазып қояйын. Сонымен, біздің жағдайымызда t бізде 1011-ге тең болып тұр. Сонда n дегеніміз ол 1 мен 2 көбейту 1011, яғни 2022-ның арасындағы кез келген натурал сан осы теңдеудің шешімі болады деген сөз. Так, сонымен бүгінгі есептеріміз шықты. Егер сіздерге есептер түсінікті болса, онда видеоға лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Және олимпиадалық есептерді шығарып үйренемін деген оқушылар болса, немесе жас ұстаздар болса, бізге хабарласып, олимпиадаға дайындық бойынша курстарға жазылуға болатын тағы да ескертіп өтем. Баршаңызға тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.